Ыбырайымның қызына өсиеті. Ыбырайым пайғамбар үйінде тамақты жалғыз ішпейді екен. Бір күні қызы: «Әке, қашанғы біреуді күтіп отырасыз? Тамақ суып қалды, іше беріңіз», дейді. Ыбырайым: «Қызым, ақиретте көрген қызық, ішкен жегеннің бәрін сұрау бар. Көппен отырып, қонақпен бөліскен тағамның сұрауы болмайды. Берген аста береке бар, бермеген аста біте бар», деген. «Дос болсын, дұшпан болсын, асты бөлісіп же», деді. Қызы да содан бері жалғыз отырып, ас ішпейтін болыпты. Ыбырайым пайғамбар дүниеден өтер алдында ұл қыздарын жинап, мынадай өсиет айтыпты: «Мен бұл ғұмырымда өмірдің арымайтын, талмайтын, тайсалмайтын 3 тұлпарын міндім. Ол 3 тұлпар сабырлылық, арылылық, шүкіршілік. Осы үшеуін қатар тізгіндеген адам Алланың жолынан ауытқымайды, иманы кәміл болады.